Аралас некені халықтың 70-80% қолдамаса да, о заманда да, бұ заманда да өзге ұлттан жар алған азаматтар баршылық. Олардың басында ұлт зиялылар мен көсемдері, ақын жазушылар мен бүгінгінің сал серлері де бар. Назарларыңызға орыс қыздарын жар еткен белгілі қазақ азаматтарының тізімін ұсынып отырмын. Ахмет Байтұрсынов. Ахмет Байтұрсынов қазақ жерінде қоныстанған орманшы Иванның қызын ұнатып қалады. Онымен көңіл жарастырып, ақырында отбасын құрады. Екеуі шаңырақ көтерген кезде Ахмет 25, ал Александра 19 жаста болған. Екеуінің сезіміне куә болған мұғалім деп аталатын көл де бар. Әйткенмен, қазақ қоғамы Ахметтің өзге ұлт өкілімен шаңырақ көтергенін қабылдай алмайды. Тіпті ел арасында әдейілеп Ахметтің бойдақ екендігі жайлы сыбыс таратады. Жақындарынан қолдау таппағандықтан қос ғашық некелерін Троицк қаласында қиюға мәжбүр болады. Сонда Александра ислам дінін қабылдап 2 ай бойы діни дәрістер тыңдайды. Есімі мұсылманша Бадрисафа деп өзгертеді. Бадрисафа арабшадан аударғанда Бадрун, толық ай, Сафа, кіршіксіз таза деген мағынаны білдіреді. Ахмет пен Бадрисафа перзент сүйе алмай, ақырында 3 бала асырап алады. Қазихан мен Аумат есімді ұлдары ертеректе көз жұмып, Шолпан есімді қызы анасымен бірге айдауда болады. Алихан Бөкейханов. Алаш зиялысы Алихан Бөкейханов та орыс қызымен отау құрған. Ғалымдардың зерттеуіне сүйенсек, 35-36 жасында Елена Яков қызына үйленген. 1985 жылы Омбы қаласындағы орман шаруашылығы училищесіне жұмысқа тұрған Алихан Бөкейханов математикадан сабақ береді. Кейін Степной край газетіне жұмысқа тұрып, сол жерде саясаткер Яков Севастьяновпен танысады. Қос азаматтың саяси қоғамды қозғалыстарға деген көзқарасы бірдей болып, екеуі жақсы тіл табысады. Жақын байланыс кезінде саясаткердің қызы Еленамен танысады. Саясаткер Яков 2 жасқа батасын бергенімен, Алиханның анасы орыс қызын келін еткісі келмейді. Бұл жайында ғалым Сұлтанхан Ақұлы Алиханның жеке өміріне қатысты мәліметтерде үйленуіне байланысты оқиғалар беймәлім күйінде қалып отыр. Оның өзге ұлттың және оның үстіне христиан дінінің қызына үйленгендігі басты құпия емес. Алихан өзіне қалыңдық ретінде орыс қызын Елена Яковлевна Севастьяновнаны таңдады деп жазған. Алихан мен Еленаның бір қыз, бір ұлы бар. Бөкейханов 1903 жылы дүниеге келген қызы Елизаветаны Зейнеп, 1904 жылы ұлы туған ұлы Сергейді Өкітай деп атаған. Өкінішке қарай Алихан Бөкейхановтың өзіне де, оның балалары мен немересіне де туған жерінен топырақ бұйырмаған. Барлығы Мәскеу қаласында жерленген. Мұхтар Әуезов. Қазақтың біртуар ұлы Мұхтар Әуезов бірнеше әйел алған. Олардың бірі орыс ұлтынан. Даңқты жазушы бірнеше қызды жар еткеніне қарамастан отбасылық бақытты сезіне алмаған. Оның Райхан, Камила, Валентина есімді 3 жары болған. Алғашқы жары Райханды сауық кештерінің бірінде көрген Әуезов онымен танысу үшін араға әкесін салады. Әкесі арқылы қызының отбасымен танысып, Райханмен отбасын құрады. Біраз уақыттан кейін Мұхтар Әуезов білім алу үшін Семейге кетеді. Онда Абай Құнанбаевтың немересімен танысып, оны ұнатып қалады. Араға адамдар салып, Камиланы да жар етеді. Оны ертіп, Ленинградқа аттанады. Алайда, Ленинградтың ауа райы Камилаға жақпай, ол ауылға қайтады. Мұхтар Әуезов ауылға оралмаған соң, жары 3 құсадан көз жұмған. Жазушы осы үшін өзінің өмірінің соңына дейін кінәлап өтіпті. Жан жарасын жеңілдету үшін Әуезов жұбайынан Абай жолы романы арқылы кешірім сұрағанды. Ал екінші жары қайтыс болған соң орыс қызы Валентинамен көңіл қосады. Бірақ онымен де бақытты бола алмаған Әуезов Фатима Ғабитовамен қосылады. Екеуінің махаббатынан Мұрат Әуезов дүниеге келеді. Әуезов бұдан өзге Надя, Гүлбан, Ольга, Разия, Ғайни, Мәспен, Күлән, Оразкен, Аққал есімді аруларға ғашық болған. Мұстафа Шоқай 20 ғасырдың басында Ташкентке қашуға мәжбүр болған. Мұстафа Шоқай сонда Мария Горинамен некеге отырады. Марина Мұстафа Шоқайдың байырғы танысы. 1918 жылдың 1 мамырында қайын атасы Гориннің өтінішімен Ташкенттен Мәскеуге аттанады.
Бұл уақытта Мария Мәскеудің опера театрларын бірінен шақырту алған болатын. Францияның Ножан-сюр-Марн қаласында Мұстафа Шоқайға ескерткіш орнатылған. Әйелінің арқасында Европа халқы оның көптеген еңбегін оқыған. Осыны ескерген Францияға барған Мұстафа Шоқайдың қазақ және француз достығы ұйымның қазақстандық мүшелері Марияның бейітіне барып топырақ салады. Сол кезде әкімшілік Горинаның 1969 жылдың 14 сәуірінде қайтыс болғанын айтқан. Мария қайтыс боларынан 4 жыл бұрын өзін жерлейтін орынды таңдап, оны 50 жылға жалға алып қойған екен. Бұл мерзім аяқталғандықтан Қызылорда әкімі Мұрат Мұхаммед тағы да 770 евро төлеп, шетелде жер сатылмайды, оны тек жалға береді. Мерзімді тағы 50 жылға ұзартты. Қаныш Сәтпаев. Геолог Қаныш Сәтпаевтың ғылымға сіңірген еңбегі жайлы жұрт білгенімен, оның отбасылық өмірі мен артында қалған ұрпағы жайлы ақпарат жоқтың қасы. Ғалым қазақ және орыс ұлтынан 2 әйел алған. Бас аяғы 6 перзентін екеуі шетінеп, тағы бір ересек кезінде көз жұмған. Бірінші әйелі Шарипадан Шәмшия Бану мен Ханиса есімді 2 қызы, ал екінші жары Таиса Алексей қызынан Мейіс атты 1 қызы бар. Жүсіпбек Аймауытов. Қазақ әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі Жүсіпбек Аймауытов 2 рет үйленіп, 2 ретінде орыстың қызын алған. Вера Николай қызы және Евгений Кирилл қызы есімді қос әйелін Бектұр Жанақ есімді 2 ұл мен Муза есімді 1 қыз сүйген. Аймауытовтың екінші жарының кескін келбеті ұсқынсыздау болған деседі. Мұны байқаған Сәбит Мұқанов жазушыдан ашық сұрайды. Өз кезегінде Аймауытов Мұқановты Сыр өзенінің жағасына шақырып, Евгенияны не үшін әйелдікке алғанын түсіндірмек болады. Келісілген жерге келіп жеткен Мұқанов Жүсіпбек пен Евгенияны серуендеп жүргенін көреді. Бір мезетте қаламгердің жары киімін шешіп суға түсіп кетеді. Ал жазушы жұбайын дене сымбаты мен күтімі үшін сүйіп қалғанын айтыпты. Евгенияны көрген Сәбит те жазушыны бұдан әрі мазаламапты. Бауыржан Момышұлы. Даңқты батыр, жазушы Бауыржан Момышұлы бірнеше рет үйленген. Алғашқы жары Бибіжамал Мұқанқызы. Бұл некеден жазушының 1 ұлы бар. Бақытжан Момышұлы бүгінде есімі белгілі жазушы, ал оның жары белгілі қоғам қайраткері Зейнеп Ахметова. Екінші зайыбы Вера Сутроева. Ол Бауыржан Момышұлының әдебиетке келуіне әсер еткен. Бұдан бөлек Момышұлы Сыған қызы Клавдия Коркинамен көңіл жарастырған. Одан Елена есімді қызы бар. Тағы бір әйелі Бақытжамал Қалибек қызымен 13 жыл бірге өмір сүрген. Тұрар Рысқұлов. Мемлекет қайраткері, саясаткер Тұрар Рысқұловтың 4 әйелі болған. Бір қызығы олардың 3-і орыс ұлтынан, ал 4-шісі тек жартылай қазақ. Тұрар бұл әйелін орыс актрисасы Регина Лазарева үшін тастап кетпек болған деседі. Ал екінші әйелі Надежда Пушкарева Жақанша Досмұхамедовтың жұбайының әпкесі болған деген де болжам бар. Рысқұловтың 1-ші және 3-ші жұбайы Коловская Татьяна Владимировна мен Дергачева Вера Ивановна одан туған балаларын тастап кеткен. Сондықтан бұл екеуі де Рысқұловқа атағы мен ақшасы үшін ғана тұрмысқа шыққан деседі. 3-ші әйелін әкесі немересі Маяның некесіз бала екенін бір естелігінде айтқан. Бұл аздай әкесінің сөзіне сенсек, Дергачева 17 жастағы оқушысымен жақын байланыста болған. Қуанышқа орай Маяны Рысқұловтың 2-ші әйелі асырап алыпты.